Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 2-ші сынып математика пәні 90-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы құрылымы күрделірек теңдеулер. Бірінші тапсырма. Теңдеулерді оқы және салыстыр. Олардың ұқсастығы неде? Айырмашылығы ше? X қосу 8 тең 27-ге және X қосу жақша ішінде 11 азайту 3 жақша жабылған тең 27-ге. Олардың ұқсастығы екеуі де теңдеу. Ал айырмашылығы біріншісі жай теңдеу, екіншісі күрделі теңдеу. Бірінші теңдеуде x-ті табамыз. X тең 27-ден 8-ді азайтамыз. X тең 19 болады. Тексереміз. X-тің орнына 19 қосу 8 тең 27. 27 тең 27. Екінші күрделі теңдеу. Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырамыз. X қосу 11-ден 3-ті азайтқанда 8 болады. Тең 27. Енді x-ті табамыз. X тең 27-ден азайтамыз 8-ді. X тең 19-ға. Тексереміз. 19 қосу 11 азайту 3 тең 27. 27 тең 27. Екінші тапсырма А нұсқасы. X қосу жақша ішінде 100 азайту 57 жақша жабылған тең 91. Теңдеуін шешу үлгісіне қара. Бұл күрделі теңдеу, ең алдымен оны жай теңдеуге айналдырамыз. Ол үшін x қосу 100-ден 57-ні азайтамыз. 43 болады. Тең 91-ге деп жазамыз. Енді x-ті табамыз. X-ті табу үшін 91-ден 43-ті азайтамыз. X тең 48-ге. Енді x-тің орнына 48-ді қойып теңдеуді тексереміз. 48 қосу жақша ішінде 100 азайту 57 тең 91. 91 тең 91-ге. Белгісіз компонентті ата. Белгісіз компонент x мұнда қосылғыш. Екінші, санды өрнектің мәнін тап. Санды өрнектің мәні 91-ге тең. Үшінші, амалдың белгісіз компонентін тап. Белгісіз компонент x тең 48-ге. Ә нұсқасы. Теңдеулерді екінші тапсырмадағы алгоритм бойынша шеш. Бірінші, жақша ішінде 96 азайту 18 жақша жабылған азайту x тең 29-ға. Бұл күрделі теңдеу. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 96-дан 18-ді азайтамыз. 78 азайту x тең 29. Белгісіз сан x-ті табамыз. X тең 78-ден азайтамыз 29-ды. X тең 49-ға. Тексереміз. 96 азайту 18 азайту 49. 96-дан 18-ді азайтқанда 78, 78-ден 49-ды азайтқанда 29 болады. 29 тең 29. Екінші теңдеу, бұл да күрделі теңдеу, жай теңдеуге айналдырамыз. 5 қосу x тең 100-ден 93-ті азайтамыз, 7 болады. Белгісіз сан x-ті табамыз. X тең 7-ден 5-ті азайтамыз.
x тең 2 болады. Тексереміз. 5 қосу 2 тең 100 азайту 93. 5-ке 2-ні қосқанда 7 болады. 100-ден 93-ті азайтқанда 7 болады. Келесі x азайту 84-тен 55-ті азайтамыз. 29 болады. Тең 36. X-ті табамыз. X тең 36-ға қосамыз 29-ды. X тең 65. Тексереміз. X-тің орнына 65 азайту 84 азайту 55 тең 36. 84-тен 55-ті азайтқанда 29, 65-тен 29-ді азайтқанда 36 болады. 36 тең 36. Келесі x қосу 3 тең 63-ке 17-ні қосамыз. 80 болады. X-ті табамыз. X тең 80 азайту 3. X тең 77. Тексереміз. X-тің орнына 77-ні жазамыз. Қосу 3 тең 63 қосу 17. 77-ге 3-ті қосқанда 80 болады. 63-ке 17-ні қосқанда 80 болады. 80 тең 80. Үшінші тапсырма теңдеулер құр және оларды шеш. А нұсқасы. Белгісіз сан мен 4-тің көбейтіндісі 28-ге тең. Белгісіз сан дегеніміз x. X пен 4-тің көбейтіндісі 28-ге тең. X-ті табамыз. X тең 28-ді бөлеміз 4-ке. X тең 7. Тексереміз. X-тің орнына 7 көбейту 4 тең 28. 7-ні 4-ке көбейткенде 28 тең 28. Ә нұсқасы. Белгісіз сан 45-тен 5 есе кем. Демек 45-ті бөлеміз. Белгісіз сан ол x болады. Тең 5-ке. X-ті табамыз. X тең 45-ті бөлеміз 5-ке. X тең 9-ға. Тексереміз. 45 бөлу 9 тең 5-ке. 45-ті 9-ға бөлгенде 5 тең 5-ке. Төртінші тапсырма. Теңсіздіктер құр. А нұсқасы. Белгісіз сан 5 пен 6 сандарының көбейтіндісінен артық. 5 көбейту 6 және x деп аламыз. Сонда белгісіз сан 5 пен 6-ның көбейтіндісінен артық. Демек x артық болады. 5-ке 6-ны көбейтеміз 30. 30-дан артық белгісіз сан. X мұнда белгісіз сан. Ә нұсқасы. 9 бен 3 сандарының бөліндісі белгісіз саннан кем. 9 бөлу 3 және белгісіз сан. Демек x сонда үлкен болады. 9-ды 3-ке бөлгенде 3 болады. Мұнда x. Демек x артық 3-тен. Бесінші тапсырма. Кестелерді толтыр. Бірінші көбейткіш А, екінші көбейткіш 7. Көбейтіндінің мәні А көбейту 7 болады. Келесі бірінші көбейткіш 6, екінші көбейткіш Б. Көбейтіндінің мәні 6 көбейту Б болады.
Үшінші А көбейту Б. А көбейту Б болады. Келесі кестеде бөлінгіш С бөлгіш 5-ке тең. Демек, бөліндінің мәні С бөлу 5 болады. Келесі 18 бөлу С болады. Келесі А бөлу С. Алтыншы тапсырма, X-тің мәні 0-ге тең, теңдеулерді көшіріп жаз. Бірінші теңдеуге қараймыз. X қосу 26 тең 26. 26-ға 0-ді қосқанда 26 болады. Демек, бірінші теңдеуді жазамыз. X қосу 26 тең 26-ға. X-ті табамыз. X тең 26-дан азайтамыз 26-ны. X тең 0-ге. Тексереміз. 0 қосу 26 тең 26. 26 тең 26. Келесі 4 азайту X тең 4-ге. 4-тен 0-ді азайтқанда 4 болады. Демек, бұл теңдеуді де жазамыз. 4 азайту X тең 4-ге. X-ті табамыз. X тең 4 азайту 4. X тең 0-ге. Тексереміз. 4 азайту 0 тең 4-ге. 4 тең 4-ге. Келесі X азайту 0 тең 12. Сонда X 12-ге тең болады. 12-ден 0-ді азайтқанда 12 болады. Бұл теңдеуді жазбаймыз. Келесі 6 қосу X тең 6. 6-ға 0-ді қосқанда 6 болады. Бұл теңдеуді жазамыз. 6 қосу X тең 6. X-ті табамыз. X тең 6-дан 6-ны азайтамыз. X тең 0. Тексереміз. 6 қосу 0 тең 6. 6 тең 6. Келесі X азайту 7 тең 0. Мұнда X-тің мәні 0 болмайды, өйткені 7-ден 7-ні азайтқанда 0 болады. X мұнда 7-ге тең. Келесі X бөлу 1 тең 13. X-тің орнында 13 болады. 13-ті 1-ге бөлгенде тең 13. Бұл теңдеулерді жазбаймыз. 7-ші тапсырма. 78 бен 19-дың айырмасының мәні. А нұсқасы. Азайғыштан неше бірлікке кем? Азайғыш 78. 78-ден азайтамыз. 78 азайту 19-ды. Сонда 78-ден азайтамыз 59-ды. 19 болады. Демек, 19 бірлікке кем. Ә нұсқасы. Азайтқыштан неше бірлік артық? Азайтқыш 19. 78 азайту 19-ды азайтамыз 19-дан. Жақша ішінен 59 шығады. 59-дан 19-ды азайтамыз 40 болады. Азайтқыштан 40 бірлік артық екен. Б нұсқасы. Осы сандардың қосындысының мәнінен неше бірлікке кем? 78 қосу 19-дан азайтамыз. 78 азайту 19-дан. Бірінші жақшадан 97, екіншісінен 59 шығады. 97-ден 59-ды азайтқанда 38 болады. Демек, жауабы 38 бірлікке кем. 8-ші тапсырма. Теңдеулерді шеш. Б қосу жақша ішінде 35 азайту 16. Жақша жабылған тең 78. Бұл күрделі теңдеу, жай теңдеуге айналдырамыз. Б қосу 35-тен 16-ны азайтамыз. 19 болады. Тең 78. Б-ны табамыз. Б тең 78 азайту 19. Б тең 59. Тексереміз. Б-ны орнына қоямыз. 59 қосу 35 азайту 16. Тең
78. 35-тен 16-ны азайтып, 29-ды қосқанда 78 болады. Тең 78. Келесі, А азайту 56 тең 25 қосу 9. Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырамыз. А азайту 56 тең 25-ке 9-ды қосамыз. 34 болады. Аны табамыз. А тең 34-ке қосамыз 56-ны. А тең 90 болады. Тексереміз. Аны орнына қоямыз. 90 азайту 56 тең 25 қосу 9. 90-нан 56-ны азайтқанда 34 болады. 25-ке 9-ды қосқанда 34. 34 тең 34. Кім жылдам? 9-шы тапсырма. А нұсқасы 6 жыл бұрын Батыржан 7 жаста болған. 15 жылдан кейін ол неше жаста болады? Бірінші, Батыржан қазір неше жаста? Соны анықтаймыз. Ол үшін ол 6 жыл бұрын 7 жаста болған. Сонда 6-ға 7-ні қосамыз. 13 болады. Сонда Батыржан қазір 13 жаста. Ал 15 жылдан кейін ол неше жаста болады? Оны анықтау үшін қазіргі 13 жасына қосамыз 15 жасты. Сонда 28 жас болады. Жауабы 15 жылдан кейін ол 28 жаста болады. Ә нұсқасы теңдеулерді шеш және сәйкестікті анықта. Бірінші теңдеуде x көбейту 7 тең 35. Бұл жерде x-тің мәні 5-ке тең. X тең 5-ке қараймыз. Бұл демек штангашы. Келесі, футболшы 24 бөлу x тең 6. Бұл теңдеуде x тең 4-ке. Міне, x тең 4-ке, демек бұл футболшы. Келесі, x қосу 18 тең 61 азайту 32. Бұл теңдеуде x-тің мәні 11-ге тең. X тең 11, демек бұл бізде боксшы. Келесі, гимнаст 35 азайту x тең 26. Бұл теңдеуде x-тің мәні 9-ға тең. X тең 9, демек бұл бізде гимнаст. Келесі, мәнерлеп сырғанаушы. X азайту жақша ішінде 21 азайту 9, жақша жабылған тең 0. Бұл жерде x-тің мәні 12-ге тең. Демек, x тең 12, бұл бізде мәнерлеп сырғанаушы екен. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.